Ассаляму алейкум баршаңызға, сіздермен бірге Ахмет. Бүгін сіздермен осындай өте жұмсақ болып шығатын және де дәмді болып шығатын вафли жасайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға жұмыртқаларымызды салып аламыз, одан соң қантымызды саламыз, екеуін жақсылап тұрып араластырамыз. Келесі сары майымызды құямыз. Сары майымызды алдын ала ертіп аламыз. Менде сары май кішкене ыстықтау болғаннан соң барлығын бірден құймаймыз. Осылай жай құйып араластырып тұрамыз. Сонда жұмыртқаларымыз пісіп кетпейді. Сіздер алдын ала ертіп дайындап қойсаңыздар болады сары майымызды. Келесі електен өткізілген ұнымызды салып аламыз, жарты бөлігін ғана саламыз. Одан соң қосытқышымызды саламыз. Ванилинді өз қалауларыңыз бойынша қоспасаңыздар да болады, мен қостым. Осылай жарты бөлігін ұнымыздың араластырып аламыз, біркелкі массаға келгенінше. Араластырып болғаннан соң жаңағы жарты бөлік ұнымызды салып аламыз, оны да жақсылап тұрып араластырып аламыз. Іртік болып қалмау керек. Мінекей осындай масса шықты. Енді оның үстіне жылы сүтімізді құямыз, оны да араластырып аламыз жақсылап тұрып. Дайын болған массамызды осылай кондитерский мешогымызға салып алдық. Сіздер салмасаңыздар да болады. Өзімізге ыңғайлы болу үшін салып алдық. Осылайнан массамызды вафельницамызға құйып шығамыз. Міндетті түрде вафельницамыз қатты қызып тұру керек. Қыздырып болғаннан соң барып қана массамызды құямыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай қасықтың көмегімен осылай түзетіп аламыз, түзулеп аламыз, яғни біркелкі етіп. Сонда біздің вафлимыз әдемі формада болып шығады. Мінекей бетін жауып, енді пісіріп аламыз. Әркім өзінің вафельницасының күшіне қарай пісіріп алатын болады. Мен 5-6 минут ұстадым вафлиді. Мінекей вафлимыз пісіп шықты, осындай болып шығады көрінісі. Енді пісіп шыққан вафлилеріміздің ортасына варенка жағып шығатын боламыз. Міндетті түрде сапалы варенка таңдағандарыңыз дұрыс, сонда қою болып шығады. Егер де сапасыз варенка таңдайтын болсаңыздар, ол ағып кетуі мүмкін. Сол үшін де сапалысын таңдаңыздар. Осылай жағып шықтық, жұқалау етіп, одан соң келесі вафлиді бетіне орналастырдық. Енді келесі вафлилерімізді де жаңағыдай жасап шығамыз. Варенка міндетті емес, сіздер өз қалауларыңыз бойынша қоспасаңыздар да болады. Егер де қосатын болған жағдайда өте ерекше дәм береді, соны ескеріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, мендегі шыққан видеоларды алғаш болып көретін боласыздар. Және де видеомды соңына дейін қараңыздар. Лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Мінекей біздің вафлилеріміз дайын болды. Бетіне глазур пайдаландым, шоколадты ертіп. Егер де менің рецептім сіздерге ұнаған болса, қолдау білдіріп кетіңіздер. Видеоны соңына дейін қарасаңыздар, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Жасап көруге кеңес беремін, ас болсын.